кінәлі деп танылсын, қайтыс болуына байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатылсын. Правоохранительные органы бізде, оказывается, жер бетінде 3-ші орын алады екен. Белоруссия, Украина, Россия, одан кейін біз екен 3-ші орын. Көпшілігінен сотрудник полициядан. Арасында надандар көп. Қандай бізге сабақ қылдырып оны көрсетті. Ол енді қазіргі әңгіме емес. Мен айтайын дегенім, соның өзінде сотрудники полиции 250 мың адам. Мына господин прокурорды апарып, алаңға апарып, дубинкасымен қойып қойсын. Солардың бәрін қосқанның өзінде 250 мың адам болады екен. Қарулы күштеріміз 135 мың адам екен. Сонда общий қосқанда 350 мың адамдай где-то жаңағы наразылы алаңға шығатын өз бауырларына қарсы қоятын 350 мың адам шығады екен. 900 мың адам қарсы. Бұлай санаққа алғанда. Ал қаңтар сабақ болғаны, қаңтарда алаңға шыққан адамға қарсы қойған Капчегайский ВДВ, осужденный министр обороны, который не стал выполнять приказ, заведомо қылмыс приказды выполнять етпей, сондықтан 12 жылға қазір сотталып жатыр. Оның барлығы наразылық күннен күнге сот мырза жиналып келе жатыр. Оны өзіңіз де білесіз. Ондықтан мен айтайын дегенім, мына кісі міне шалғы айтыс болып, міне қазір алдында сөйлеп отыр. Бірақ бұл кісі сияқты күннен күнге бір адам, екі адамнан қосылып жатыр. Ондықтан бұл эволюционный процесс, қазіргі болып жатқан процесс, бұл күшейіп жатыр күннен күнге. Оған себеп мына мессенджер. Ол өйткені колоссальный информацияны выдавать етіп жатыр. Адам өз құқығымен қазір танысып жатыр. Қазір данный момент мынау суд емес, мынау судилище, сот мырза. Оны өзіңіз де білесіз, өйткені высшее юридическое образованиеңіз бар. В данный момент нарушаются права человека. Кәдімгідей бұл кісілерге компенсацияларын төлеп, жаңа бала шағасы қалды, осындай болды, кешірім сұрап, сондайға келді енді, солай бір-бірін түсінбей қалды дегеннің орнына, жаңағы сасқан үйрек артымен жүзеді дейді қазағым. Сол сияқты жаңағы чем ближе крах империи, чем безумнее ее законы деп Сократты айтып кеткен. Сол процесс қайта-қайта болып жатыр енді. Қазір Рысбек ағам Сарсенбаев айтпақшы, егер сіздер эволюцияны тоқтатсаңыздар, революция пайда болады деген. Ол күннен күнге наразылықты тоқтатқанның орнына соның шешімін табуға ешкім жыбырлап жатқан жоқ. Қаңтар оқиғасы өткеніне 1,5 жыл болды. Ешқандай өзгеріс жоқ, ағайын. Мынау басында бізде Тоқаев мырзаға біз мен бір несін шансын берейік. Назарбаев мырзаға сияқты аспаннан бір Қазақстан бір-ақ түсе қалды. О да 2 жол болды. Алла тағала жұма намазда, уағызда естігем. Алла тағала дейді, уақытты береді, уақытты алады дейді. Ал ана жасаған кінәңді дейді, ол сен маңдайыма жазды дегендей сияқты, ондай сылтау айтпа дейді. Ол сені Алла тағала тек артыңнан уақыт деген қамшымен сабап келе жатады дейді. И сонда жүгіріп келе жатқан жолында 2 жол пайда болады дейді. Жақсы жол, жаман жол. Несіне айтып жатырмын мен? Тура солай. Назарбаев мырзаның қолына ұстатты. Мемлекет бір қазақ елімді қолына ұстатты. Сонда 2 жол болды олда. Ол өз таңдауын жасады. Уақыт өтеді, орнына жаңағы өтірік президентімізді қойып қояды. Мен қарсымын ол президентқа. Мен президентім емес деп санаймын мен ол кісіні. И ол кісіде де тура солай. Қаңтар оқиғасына дейін алып келеді. Алла тағала оған 2 жол алдына салады. Жақсы жол, жаман жол. 1,5 жыл өтті, ағайын. Ол кісінің таңдауын біз қазір білеміз. Ондықтан өзгеріс жоқ, наразылық күшейіп келе жатыр. Біз қарапайым қазақпыз, бауырлымыз бір-бірімізге. Сіз де сот мырза маған бөтен емессіз, әр қазағым, жалғызым. Ондықтан қазіргі шешіміңіз сіздің бұл байланысты өзіңізге
Өйткені егер дұрыс шешім қабылдасаңыз, сіз халықпен бірге боласыз. Ал егер дұрыс шешім қабылдамасаңыз, сот мырза, сіз соучастнигі боласыз бұл процестің. Ондықтан мен бұл процесті заңды деп санамаймын. Өйткені бұл процесс 99-шы баппен тағы да бір рет талап етемін бірден. Екіден бұл процесс 99-шы баппен жүру керек еді осы уақытқа дейін. Ол жүріп жатқан жоқ. Бізді адам құрлы, азамат, осы Қазақстанның азаматтары құрлы санап жатқан жоқ. Сот өзі дұрыс жүріп жатқан жоқ, сот мырза. Қате істердің барлығы. Одан жаңағы материал, бейне материалдары, видео материалдардың барлығын қарап отырғанның өзінде бұл жақта дәлелі бізге жаңағы біздің бауырларымызды ақтаумен ғана бір-бірін құтқарған, бір-бірін жаңа қолына тастап лақтырып атқан нелері жоқ, қолында қарулы нелер мылтығы да жоқ, тасы да жоқ, ағашы да жоқ. Тек қана кінәсі ана забордан аттап өткені, бітті, сол үшін өлтіріп тастаған. Атып, мен тағы да бір рет қайталап отырмын. Алаңға шығып наразылығын айтуға өзі политикалық құқығымен пайдаланып айтайын деген халықты соғып, тепкілеп, атып тарап кетеді деп ойлады, бірақ ондайға дейін апармайды. Бұл сіздерге, сотрудник полицияларға да айтарым, сабақ. Бәрімізге де қазір данный момент баррикада ортадан құрылды, бір жағында бауырым қазақ қалды, жаңа мемлекетті қорғап отқан, жаңа алдында атаған 250 мың адамы қалды, 300 мың адам бауырларым қалды, бер жағында наразылық қалған 18 миллион адам тұр. Ондықтан ағайын бөтен ешкім жоқ. Жаңа Боливия, Грузия, Молдавия, Украина, Египет 2011 жылы бархатный революциялары, солардан кем емеспіз, бейбіт шерумен барлығын шешуге болады деп толық сенімдімін. Қазіргі данный процесске енді уклоняться нетпей қояйын. Сот мырза, өздеріңіздің бауырларыңыздың құқықтары бұзылып жатыр. Ондықтан алдыңызда шешім, әлде сіз бізбенсіз, әлде сол болашақта өзім лично жазып ходатайствовать етемін. Өйткені мен өзгерістерге сенемін, өзгерістер келе жатыр, адам эволюционировать етіп жатыр. Ондықтан ертең таза сот болады деп сенемін. 93 жылғы конституциямызды қайтарамыз, парламенттік, президенттік жүйеге келеміз, 1170 поправканы алып тастаймыз ішінен. Сол жерде біздің заң орнымызға, ата заңымыз орнымызға келеді деп толық сенемін. Өйткені мына терезенің ар жағында өзгерістер жүріп жатыр. Олар күннен күнге көбейіп жатыр. Наразылықты өздеріңіз білесіздер, мен сияқты өздеріңіз де адамсыздар, сол көше таптап жүргенде естіп жатсыздар, көріп жатсыздар. Ол қаяққа апаратынын білесіздер. Ондықтан сот мырза, менің айтарым сол, қолыңызда тұр, қазір данный момент. Сізде де артыңыздан қуып келе жатқан қамшымен Алла тағала уақыт деген қамшысымен алдыңызда 2 жол сот мырза. Жақсы жол, жаман жол. Таңдауыңыз өзіңізден. Мен бәрін айттым. Қай жерге дейін Алла тағала бізге баруға жазады, сол жерге дейін күш қуат береді, шамамыз жеткенше, денсаулығымыз жеткенше, сол жеткен жерімізге дейін барамыз. Соған күш қуат Алла тағаладан сұраймыз.